Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өзінің көптеген хадистерінде сүттің пайдасы туралы айтып кеткен. Сондай-ақ оның ең сүйікті тағамдарының бірі де сүт болғаны хабарланады. Бізге жеткен хабарларда Алла одан басқа емі жоқ ауру жібермейді. Сондықтан сендер сиыр сүтін ішулерің тиіс. Себебі ол әртүрлі шөптермен қоректенеді. Сүт ішіңдер. Ол жүректегі ыстықты кетіреді, омыртқаны қатайтады, ақылды зерек етеді, миды арттырады, көзді жаңартады, ұмытшақтықты жояды деп айтылады. Бірақ сол біз сүйіп жетін сүт қалай пайда болады? Бір сәт ақыл жүгіртейік. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. Бұл аятқа қатысты әйгілі француз зерттеушісі, дәрігер Марис Бюкайдың Библия, Құран және ғылым кітабынан дәйек сөз келтіреміз. Марис Бюкай былай дейді: егер бұл аятқа ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, оның мағынасын түсіну үшін нақты физиологиялық түсініктерге жүгіну қажет. Ағза үшін қоректік заттар химиялық реакциялардың нәтижесінде қоректің ажырауымен қалыптасады. Әуел баста бұл заттар ішекте болады. Қоректің ажырауының химиялық реакциясы соңғы сатысына жеткенде бұл заттар ішектің қабықшасынан қан айналым жүйесіне құйылады. Заттардың қанға құйылуы екі түрлі жолмен болады: тікелей сөл тамыры арқылы немесе жанамалы түрде қан айналымның қақпалы жүйесі арқылы. Соңғы жағдайда қоректік заттар алдымен бауырға түседі де өзгеріске ұшырап, сосын қан тамырлар жүйесіне түседі. Сүт компоненттері сүт бездерінде өндіріледі. Бұл бездерге түсетін қоректік заттар да қоректі қорыту арқылы сүт бездеріне қанмен жетеді. Сондықтан қан жинақтаушы және сүт бездеріне қоректік заттарды таратушы, өткізуші рөлін атқарады. Демек, барлығын әрекетке келтіретін бастапқы процесс бұл ішектің ішіндегі заттардың ажырау реакциясынан кейін ішектің қабырғасынан қан тамырларға өтуі. Бұл күрделі процесс ұсақ түйегіне дейін ас қорыту жүйесінің химиялық және физиологиялық қызметін зерттеу барысында анықталды. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, заманында бұл туралы мүлдем белгісіз болған. Өйткені Құран түскеннен кейін шамамен 10 ғасырдан соң Гарвей қан айналым жүйесінің қызметін ашты. Құранда мұндай ұғым айтылған аяттың бар болуына ешқандай адами түсіндірме табылмайды деп есептеймін. Себебі мұндай ұғымдардың барлығы терең құпиялықта бүркеніп жатқан уақытта қисындап мазмұндалған. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФ, Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры емізу жасына көп көңіл бөле бастады. Олар 2 жыл және одан да ұзақ уақыт емізуді ұсынады. Себебі деректерге сәйкес Ресейде сәбилердің 42% 3 айға дейін, Канадада 51% 4 айға дейін, Туркияда 41,6% 6 айға дейін, ақш-та 33,1% 4 айға дейін емеді. Емізу уақытының қысқаруы баланың денсаулығына қауіпті болады. Қалыпты жағдайда баланың 2,5 жастан кейін табиғи түрде ему рефлексі сөне бастайды. Кейбір зерттеулерге сәйкес педиатрлар 1,5 жастан кейін емізуді тоқтатуды ұсынады. Сол себепте дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ему жасының алтын нүктесі ретінде 2 жасты ұсынып, әрі қарай емізу немесе емізбеу ананың жеке таңдауы деп мәлімдеді. Бұдан ерте айыру баланың иммунитетінің қалыптасуына теріс әсер етеді. Себебі ана сүтінің құрамында витаминдер мен минералдардан бөлек жұқпалы аурулардан қорғайтын иммуноглобулиндер және баланың ағзасы үшін қажетті лактоферин болады. Уақыт өте сүт өзінің құрамы мен дәмін өзгертіп отырады. Алғашқы күндері ақуыз болады.
Бұл қою жабысқақ сұйықтықты сұйық алтын деп те атайды. Оның түсінің сары болуына ғана байланысты емес. Ақуыз қоректің маңызды қызметін атқарады және жаңа туылған сәбидің ағзасын қорғайды. Сосын бірнеше аптадан соң өтпелі сүтке айналады. Сүттің мөлшері артады. Ол анағұрлым қоюланып және түсі ағарады. Құрамында май мен лактоза көбейіп, калориясы артады. Сосын толық пісіп жетілген немесе кәмілденген сүтке айналады. Сүттің құрамында нәруыз, қант, витаминдер мен минералдар, сондай-ақ биологиялық белсенді гормон, өсу ықпалдары мен тірі жасушалар толысады. Сүттің құрамында ауруларға қарсы антиденелер пайда болады. Сосын артқы сүтке айналады. Бұл уақытта сүт одан сайын қоюлана түседі. Сүттің майлылығы артады. Яғни, әйелдің ағзасы барлық уақыт бойы кәмілденген сүтті өндіре алмайды. Мысалы, сәби 7 айға дейін 93% калорийді ему арқылы алса, 16 айлық болғанда жарты күнді калорийді алады. Ему уақыты 2 жылға жеткенде сүттен келетін калорий мөлшері өсіп жатқан баланың ағзасына жеткіліксіз болады. Сол сәттен бастап қатты қоректік заттарға ауыса бастайды. Қалыпты жағдайда ему рефлексі дәл осы 2 жастан кейін тоқтайды. Баланы емізу уақыты туралы тағы да Құранның Бақара сүресінің 233 аятында аналар сәбилерін толық 2 жыл емізсін деп айтылады. Әрине бұл жоғарыдағы деректерді толық растайды. Өз кезегінде бұл бұйрықтың астарында ақыл иелері үшін үлкен ғибрат бар. Ал сүттің құрамы, яғни дәмі, уақыт өте өзгеруі туралы жоғарыда айтып өттік. Құранда былай делінеді. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Жоғарыда келтірілген деректердің барлығы Алланың құдіреттілігі мен мейірімділігін көрсетеді. Ол өзінің жаратылыстары үшін ненің қайырлы екенін жақсы біледі. Һәм өзінің кітабында ақыл иелеріне хабар береді. Ана мен баланың арасындағы махаббатты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ал Алланың өзінің құлдарына деген махаббаты одан әлде қайда жоғары. Сол себепті ол адамдарға тура жолды нұсқаушы Құранды түсірді. Құран ғылыми кітап емес. Алайда онда ғылымға қатысты сөзсіз хабарлар бар. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا